9-шы есеп. Теңдеу түбірлерінің қосындысын табыңыз. Модульдің ішінде 3х минус 2 минус 5 тең 11. Жазып алайық. 3х минус 2 модульдің ішінде минус 5 тең 11. Мынау минус 5-ті теңдіктің арғы жағына өткізіп алайық. 3х минус 2 5 мына жақта азайтылып тұрғандықтан теңдіктің арғы жағына барып қосылады, сонда 16 болады. Енді бізде санымыз модульдің ішінде тұр, яғни модульдің ішіндегі сан ол теріс болуы да мүмкін, оң болуы да мүмкін, яғни ол минус 16 болса да 16-ға тең болады, және плюс 16 болса да ол 16-ға тең болады. Сондықтан біз осы екі нұсқаны шығарып көруіміз керек. Яғни 3х минус 2 тең 16-ға және 3х минус 2 тең минус 16-ға. Бірінші теңдеуді шығарайық. 3х. Мынау минус 2 азайтылып тұр. Оны теңдіктің арғы жағына өткізіп қосамыз. Сонда 3х тең 16 қосылған 2. Яғни 3х тең 18-ге. Бізге х-ті табу керек. Яғни х тең, мұнда 3х-ға көбейтіліп тұрғандықтан ол теңдіктің арғы жағына барып бөлінеді. Сонда х тең 6 болады. Енді екінші теңдеуді шешейік. 3х, мұнда да 2 азайтылып тұр, яғни ол теңдіктің арғы жағына барып қосылады. Минус 16 плюс 2. 3х тең. Бұл жерде екі санның таңбалары әртүрлі. Демек біз үлкенінен кішісін азайтып, үлкенінің таңбасын қоямыз. 16-дан 2-ні азайтамыз 14. Үлкенінің таңбасы, 16-ның таңбасы минус 14. Дәл жаңағындай х тең минус 14. Мұнда 3 көбейтіліп тұр х-ға, сол себепті 3-ті бөлеміз. Сонда х тең 4 бүтін минус 4 бүтін 3-тен 2 болады. Енді бізге осы теңдеу түбірлерінің қосындысын табу керек, яғни 6 қосылған минус 4 бүтін 3-тен 2. Ол тең 6 плюс минус бізге минусты береді, 4 бүтін 3-тен 2. 6-ны біз 5 бүтін 3-тен 3 деп жазып алсақ, минус 4 бүтін 3-тен 2, онда біздің жауабымыз 1 бүтін 3-тен 1 болады. Яғни нұсқалардың ішіндегі дұрыс жауабы А нұсқасы. 1 бүтін 3-тен 1.